Қазір Қазақстанда орыстастыру қайта жүріп жатыр. Мына биліктің жағымпаз жантақтар ойбай лаурып келді. Ресейде 2 ма 3 қазақ мектебі ашылатын болды. Анау мынау деді. Білесіздер, Ресейде 2-3 қазақ мектебі ашылғаннан одан қазақтың шекесі қызбайды, басына мүйіз шықпайды. Қазір Қазақстанда бір орысы жоқ. Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Таразда орыс мектептері ашылып жатыр. Неге? Қазақстандағы мектептердің неге 70-80% әлі орысша? Аралас мектеп дегеннің бәрі орысша мектеп. Аралас мектеп дегеннің бәрі орысша мектеп. Яғни Қазақстандағы жастардың орыстасуы сәбет кезіндегіден арман жүріп жатыр. Қазір жастар қатты орыстасып кетті. Бірін-бірі жақсы көрсе де орысша жақсы көреді. Елжіресе, еміренсе, балқыса орысша балқиды, орысша елжірейді, орысша еміренеді. Бірін-бірі боқтаса да орысша боқтайды. Ал осы жастар, әбден орыстасқан жастар, ертең Ресейге қосылайық деп референдум жүретін болса, абсолют түрде орысқа қосыла салады. Неге? Оның тілі орысша, ділі орысша, оның руханияты орысша. Әңгіме осында тұр.